Мен Әуезовті ешқашанда кешірмеймін. Мейлі қара жер айтып барсын дейді. Даңқты полковник батыр Бауыржан Момышұлы. Бауыржан Момышұлы өзінің естеліктерінде айтады, мен Мұхтар Әуезовті бала күнімнен жақсы білемін дейді. Оқығам деген. Бірақ бұлар алғаш рет Момышұлы соғыстан демалысқа келіп, Алматыда лекция оқыған кезде танысады. Бауыржан Момышұлы айтады, мен соғыста жүрген кезде Әуезовтен майданға 8 рет хат келді дейді. Бірақ кейін жазушы соны академияның архивінен тауып алып, көзін құртты. Оның себебі ұлтшыл Бауыржаннан маған зиян, кесепат тимесін деген еді дейді. Бауыржан Момышұлы ұлы жазушының үйінде қонақта болады. Өзінің досы Дмитрий Снегинмен барады. Сол қонаққа баруын Бауыржан былай деп сипаттайды. Мен бардым, барсам Өңкей Ғай мен Сығай, Қаныш Сәтбаев, Ғабит Мүсірепов, Қалибек Қуанышбаевтар мені сынап отырды дейді. Тіресіп, сіресіп отырды дейді. Сәбит Мұқанов әйелі Мәриямменен кешігіп келді. Бір прокурорымыздың қазасынан келіп етін деп бастырмалап, арақ ішіп, палау жеп, аузындағысы дастарханға шашырап кетті дейді. Әйелі Мәриям ыңғайсызданып, күйеуінің қолынан тартып отырғызып қойды дейді. Ғабит Мүсіреп пен Қалыбекте көп ішеді екен дейді, қайта-қайта. Сөйткен кезде арасында Қалибек маған бір анекдот бар еді, ұят ұстау, соны айтайын ба деп мазамды алды дейді. Мен қойыңыз деп отырғызып қойды дейді. Сәтбаев та бір өзінің кешігіп келгенін бір маңызды қылып айтты. Құрманғазының мерейтойы болды. Сол жерде Ахмет Жұбанов баяндама жасады. Менің баруым керек болды. Бармасам қалай болады деп. Және Мұхтар Әуезовке екі ұлының дүниеге келуімен құттықтады дейді. Сол кезде қатарынан екі ұл дүниеге келеді. Валентина Николаевнадан Ернар Әуезов туады, Фатима Ғабитовадан Мұрат Әуезов дүниеге келеді. Сөйтіп отырған кезде Баукеңе бұл отырыс аса ұнай қоймайды. Жақсы, мен қайтайын, өзлеріңіз отыра беріңіздер деп орнынан түрегеледі. Мұқаң енді ыңғайсызданып қалады. Бауыржан, енді саған арнап мал сойған едік, соның басын тартайық деп тұрмыз. Қалсаңшы деп. Сол кезде Мұқаң жоқ, мен жүре берейін деп шығуға бет алады. Әуезов те соңынан ілеседі, шығарып салмақ болып. Сол кезде Баукең айтады, Әуезовтің көзіне қарасам, мен сені еш уақытта кешірмеймін деген жазу тұр екен дейді. Енді бұлай қонаққа келіп, соңына дейін отырмай Баукеңнің кетіп қалғаны Әуезовке ұнамаса керек. Сол кезде Момышұлы айттым дейді. Мұқа, сіз өзіңіз кінәлісіз, қонақтарыңызды таңдап шақыру керек еді. Қош аман болыңыз деп шығып кеттім дейді. Бірақ та біз бұл әңгімеде бір жазушы менен батырдың арасы өте нашар болды дегенді айтқымыз келмейді. Бұл мінез, бұл болмыс, әр адамның табиғаты әрқалай. Бірақ кейін Мұхтар Әуезов дүниеден өткен кезде Бауыржан Момышұлы қайғырады, қара жамылады. Мен әдебиетте де полковник болып қалдым. Ал Әуезов генерал ғой деп өзінің бағасын береді. Бұл әңгіме Бауыржанның көз алдында бәріңсің деген кітабында жазылады. Кітапта тіпті әсерлі. Сондықтан кітап оқиық, кітаппен дос болыңыздар. Және менің YouTube арнама жазылып кетіңіздер.